Сәлем достар, сіздермен бірге мен Артикап 24. Бүгін сіздерге қызықты, керемет камераға түсіп қалған видеолар жайлы көрсететін боламын, айтатын боламын. Сіздерден сұрамын, тек қана каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз менің шабытым. Өздеріңіз көріп отқан бұл жылқы кафеге кіріп кетіп, ол жердегі адамдардың барлығын сыртқа қарай қуып шығарып жатыр. Автомойкада жуылып жатқан машинаның багажы кенеттен ашылып кетіп, көлік иесі багажсыз қалды. Ал бұл қыз машинаның есігін жауым деп барған кезде ол жерде бір нәрсе бар екен байқады. Бармен пивасын құям деп жатқан кезде пивасы жерге түсіп кетіп, әбден пиваға тойды. Үйін су басқан жігіт жан-жаққа қарап алаңдап өтіп бара жатқан кезде кенеттен осындай жағдай болды. Бұл жігіт неліктен бұл нәрсені алды екен? Және жан-жаққа қарап кетіп бара жатыр. Байқамай шыны терезені сындырып қойды. Және үндеместен кешірім сұрап ары қарай жүріп бара жатыр. Компьютер ойнап жатқан жігіт ойынға жыны шығып компьютерді ұрып соқты. Және компьютерді өшіріп сыртқа қарай шығып бара жатыр. Екінші келмейтін сияқты болды. Кейде көмектесеміз деп кейдерге жасаймыз. Тосыннан атқылаған жердегі қарамай бұл жігітті таң қалдырды. Ал бұл жігіттер жер мен суды шатастырып алған сияқты ғой. Вьетнамдағы аэропорттардың бірінде қатты жер сілкінісі болып, есесіне халық сыртқа қарай қашты. Ал бұл ит мұзды бассейннің үстіне жүріп суға түсіп кетті. Және оны құтқарам деп келген кісі де суға түсіп кетті. Бірақ сонда да өз етін құтқарып шықты. Не деген ерлік. Кейде сәтті кадрларда болып қалады ғой шіркін. Ал бұл жануар басына шелек киіп алып, бүкіл жердің барлығын қиратты. Бұл кезінде жер сілкінісі болып, свет өшіп, есесіне қырғын шығынға батты. Достар, бұл жігітке мұқият қараңыздар, оның телефоны лифттің ішіне түсіп кетеді. Кейде өзіміздің кейбір қасиеттерімізді байқамаймыз. Ал бұл қыз машинасына отырып жұмысына асығып бара жатқан кезде кенеттен машинасына бір нәрсе ілініп қалды. Заправкада тұрған жанармай машинасы кенеттен жүріп кетіп, біраз әуреге салды. Ал бұл жігіт үйінде демалып от жағып жатқан кезінде кенеттен осындай жағдай болды. Магазинге кірген ұрылар кенеттен сыртқа шығып машинасына отырып қашайын деп жатқан кезде полицейлер келіп қалды. Бірақ полицейлерден де қашып кетті. Ал бұл жолбарыс спокойно магазинге кіріп, керекті затын алып, ол жердегі адамдарды сыртқа қуып шығып, қайтадан өзі сыртқа қарай шығып бара жатыр. Бұл жігіттің өмірін бір секунд құтқарып қалып десем қателеспеймін. Ал бұл жігіттер ержүректік танытып, итті құтқарып қалды. Бүкіл студенттердің сабағы біткен кезде осылай қуанатын шығар. Қазір кезде арамызда батырлар да бар. Ал бұл жігіт итті құтқарып қалды. Ал бұл официант байқаусызда тамақты қонақтардың басына төгіп алды.
Ал бұл видеода біреудің қойған затын басқа біреулер орнынан жылжытып жатыр. Айтпақшы, мысықтар да пранк жасай алады екен. Ал бұл ит бір нәрседен қорқып, барлық жерді қиратты. Көлікті дұрыс емес орынға қойып қойған. Бұл жігітке жоғарыдан үлкен тосын сый түсті. Бірақ сонда да көңілді. Ұрлыққа түскен жігіттер қашып бара жатқан кезде, оның артынан заборды басымен бұзып, ары қарай екінші жағынан тағы да бұзып ішке қарай кірді. Ал бұл жігіт неліктен екі жастықтың орнын ауыстырды екен? Кейде дүкенге осындай қонақтар да келеді екен. Кейде шығатын есікті таба алмай қалатын жағдай болады. Ал бұл қыздар спокойно магазинге кіріп өздерінің керекті заттарын алады. Және де сол жердегі бір кісімен сөйлесіп тұрады. Дүкеншінің қарамай жатқанын пайдаланып, олар сыртқа қарай қашып кетеді. Бірақ камераға түсіп қалады. Қатты желдің соғылып жатқаны соншалық терезені сындырды. Ал бұл қыз оған қатты тамақты. Суда не бар екенін көріп жатқан бұл ит кенеттен қолтырауының тұзағына ілінді. Бірақ сонда да қашып шықты. Достар, сіздермен бірге болған мен Артеков 24. Лайк басуды және достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар.